Сәлем достар, ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны салып аламыз. Осының үстінен қантты саламыз. Енді осыны жақсылап араластырамыз. Нақты қаншадан салу керектігі төменде көрсетілген. Араластырып болған соң үстіне сұйық майды құямыз. Осының үстіне үй температурасындағы айранды құямыз. Кез келген проценттегі осыны жақсылап араластырып аламыз. Келесі кезекте үстінен ас содасын саламыз. Міндетті түрде салыңыздар, ұмытып кетпеңіздер. Ас содасы болмаса панкейкіміз көтерілмейді. Осының үстінен илектен ұнды өткізіп саламыз. Осының барлығын жақсылап бір реттік масса болғанша араластырамыз. Мінекей, массамыз дайын болды. Әзірге 5-10 минутқа бұқтырып қоя тұрамыз осы күйінде. Оған дейін табамызды қыздырамыз. Табамыз қызығаннан кейін үстіне сұйық массамызды дөңгелек етіп құятын боламыз. Табаға май жақпаймыз, құрғақ күйінде осылайынан құясыздар. Bir минут ішінде панкейкіміз осылайынан тесікшелер болып, дөңгелек болып жарыла бастайды. Сол кезде екінші бетке аударамыз. Бұл біздің панкейктің астыңғы бөлігі піскенін білдіреді. Панкейкті екінші жағына аударған кезде өте пышный болып көтеріледі. Піскен панкейктарды тарелкамызға салып, дастарханға ұсынсаңыздар болады. Панкейктарды столға міндетті түрде балмен, сгущенкамен ұсыныңыздар. Өте дәмді болады. Міндетті түрде осы рецептпен жасап көріңіздер. Ұнап жатса лайк басып, комментарий жазуды ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге тәтті әлем. Келесі сабағымызда кездескенше.